Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен қолдан үй жағдайында жасайтын осындай трайфл сияқты мороженныйдің рецептімен бөлісемін. Өте оп-оңай, балаларға жасап берсеңіздер болады. Қолдан жасағанда қолда бар заттармен жасауға болатын мороженый десе де болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз қолдап кетсеңіздер болады. Алдымен осындай жұмыртқаны алдым. Мен 4 жұмыртқаны алдым, яғни кішкентай емес, орташа көлемдегі 4 жұмыртқаны алып, осылай барлығын осы ыдысымызға, құрғақ ыдысымызға неғып аламыз, жарып аламыз барлығын. Мінекей 4 жұмыртқамызды жарып алып, оған азғантай жеке қант қосып миксерлеуіміз керек. Миксер болмаса, қолдағы венчикпен де жасауға болады шығар деп ойлаймын, бірақ жақсылап пирогтікінде қылып көпірту керек ол үшін. Мен қантты қосып, осылай көпірте бастадым. Әппақ болғанша осылай көпіртіп шығасыздар. Одан кейін міне осы массамызға ұн, какао, разрыхлитель қосылған массаны қосамыз, яғни осы жұмыртқамызға. Барлығын аз-аздан, яғни 3 немен саламыз. 3 бөлікке бөліп тұрып салып шығамыз. Бірден салуға болмайды. Массамыз төмен түсіп кетуі мүмкін, сондықтан 3 бөлікке бөліп отырып, миксердің көмегімен араластырып отырып саламыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін осындай формаға құйып 180 градуста пісіріп шығарамыз. 180 градуста піскен пирогымыз осындай. Бұны осылай аламыз да бөліп, яғни қолдың көмегімен алып, майдалап, барынша майдаласаңыздар әдемі болады. Осындай өте майда қыластарда қандай форма бар сіздерде салатын ыдыс, жаңағыдай әдемі мороженныйдің жасайтын, соған барлығын майдалап салып шығамыз. Мінекей өте ұсақ болғанда жақсы, бірақ енді массасын құйғаннан кейін өзі де жұмсарып кетеді бұның. Сондықтан қандай болса да бәрібір шығар деп ойлаймын. Мінекей осындай ыдысқа салдым. Мен әртүрлі формаға салсаңыздар да болады. Мен стаканға салдым және осындай әдемі жүрек формасындағы ыдысқа да салдым. Әртүрлі формаларға салып жасауға болады, өз еріктеріңізде. Барлығын салып алғаннан кейін мен бұған енді қолмен басып шықтым, чтобы астына қарай қазір құйған массамыз астына өтіп кетпесін деп қатты. Сгущенканы алдым мен. Қоюлау сгущенка болды, бұл өте жақсы. Соны алып, бірінші осының бетіне құямыз. Мінекей бетіне құйып, қою болғасын, енді жағылмай жатыр. Аздап қолымның көмегімен жағып жібердім. Мінекей осылай жағып аласыздар, тазартып бетін барлық жағына жеткізіп тұрып жағам. Содан кейін Қазақстан шоколадын ертіп қойғанмын мен алдын ала. Соны оның бетіне құямыз. Мінекей әдемілеп тұрып, бұны да мороженый, тәтті мороженый болады балаларға. Жаңағыдай трайфлдың оңай түрі шығар деп ойлаймын, енді жаңағы сливкасыз жасайтын. Мінекей осылай жағып шықтық. Әдемі, дәмі күшті болып шығады. Қолда бар формаларға жасай берсеңіздер болады деп ойлаймын. Мінекей осындай болып шықты. Бұны енді холодильникке салып қоямыз аз уақытқа, шоколад қатқанша. Мінекей осындай болып шықты мороженыйларымыз. Холодильникке салдым. Бетіне азғантай сахарный пудра септім. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, балаларға ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.